Көз тиген биені тастың көмегімен аман алып қалған. Ертеде Бекжан деген кісінің сүтте биесі болыпты. Ол биесін жұрт көзінен таса, сай ішінде сауады екен. Қымызы бүкіл ауылға жетеді екен. Бірде биесін жасырып сауып жатқанда, сайға түсіп келе жатқан бір топ кісіні көреді. Бекжан биеге сұқтанса, көз биеге емес, тасқа түссін деп, бір малта тасты бос шелектің ішіне тастайды. Өзі сүтті сауа береді. Аттылар жақындап келгенде орнынан тұрып, «Ассалаумағалейкум, жол болсын» деп сәлем береді. «Уағалейкум салам балам, манадан бері қарап келе жатырмыз. Биеңді сауып жатырсың ба, әлде иітіп жатырсың ба?» дейді топ ішіндегі ақсақалы. «Бием оңайлықпен иімейтін еді, иітіп әуреленіп жатырмын» деп жауап береді. «Бәсе, бізде солай ойлап едік. 2-3 бие сауым уақыт өтті. Желіні бұлақтай не қылған бие?» деп мына бір жас бала таңғалып келе жатыр еді. «Біз дес бермей, иітіп жатқан шығар» деген едік. «Біздің болжам рас келіпті» деп қария әрі қарай жүре береді. Жолаушылар кеткен соң Бекжан бос шелекті қарайды. Малта тас ортасынан қақ бөлінген екен. Осылайша сұқ көз тасқа тиіп, бие аман қалыпты. Тіл тас жарады, тас жармаса бас жарады деген тәмсіл сөз осыдан қалған екен. Ел ішінде көз тисе тасқа тисін, болмаса өз басқа тисін. Көз өткеннің көзіне, тіл өткеннің тіліне, тіл көзім тасқа деген ырымдар бар. Кішкене балаға немесе асыл текті малға көз тимесін деп көз моншақ, түйрегіш қадайды. Ел сенімінде түйрегіш тосыннан келген көзді, тілді түйреп өтеді деген сенім бар. Енді бірі үйдің босағасына, көлігіне қызыл шүбірек байлайды. Діни аңыздарда қызыл түс Сүлеймен пайғамбардың жалауы болған деседі. Сүлеймен жын періге соғыс ашқанда қызыл жалау ұстайды екен. Қызыл тудан жын перінің қатты үрейі ұшыпты. Қазірге дейін қызыл түсті шүбірекке жоламайды екен деседі. Көз бен тілден келетін бәлені ескеріп, әулие даналар сұқтанып қарама, тесіліп таңданба деген ырымдар қалдырыпты. Салт дәстүр сөйлейді кітабынан. Оқыған Гүлбибі Әбусайылқызы.